Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бір жасағанда шығатын, әрі қамыр ешқандай жыртылмайтын манты жасайтын боламын. Егер де ұнаса, соңына дейін көріңіз. Ең алдымен мантының қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 2 қасық тұз қосылған су және ұн қажет болады. Осы ингредиенттен қамыр илейміз. Июі қанған қамырымызды 4 кішкентай зуалаға бөлеміз. Салмасына 1 килограмм қойдың фаршы мен 1 килограммнан сәл асық пиязымызды ашып, турап, тұзымызды, бұршымызды салып, салмасын дайындайтын боламыз. Зуала қып қойған қамырымызды жұқа етіп жайып алып, 4 бұрышты етіп, кесіп, салмамызды салып, әдемілеп түйіп шығамыз. Енді мантымызды мантываркеге салып 45 минут жоғары отта пісіретін боламыз. Тұздығына 2 пияз бен 3 қызанақты жұқа етіп турап, қызып тұрған табада бетіне шым-шым тұз сеуіп, қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Дайын болған мантының бетіне тұздығымызды сеуіп, қонағымызға ұсынсақ болады. Міне бізде керемет, езілмейтін, әрі жұқа, сочный болып шығатын манты дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеле кетіңіз.